Топар кентінің кітапхана филиалы «Жыр алыбы» суырып салма ақын Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына арналған «Жамбыл ұлы тұлға» атты әдеби челлендж эстафетасын Абай қаласының орталық балалар кітапханасынан қабылдады. Библиотека филиал поселка Топар приняла эстафету литературного челленджа, посвященного 175-летию со дня рождения поэта-импровизатора Жамбыла Жабаева от Центральной детской библиотеки города Абай. Жамбыл Жабаев, шын жүректен. Көзінді салшы далама, түкті кілем түгіндей, тауыма сұлу қарашы, қыздардың жиған түгіндей. Өзеніме қарашы, ағып жатқан гүрілдей, ауылыма қарашы, қырдың қызыл гүліндей. Ән күйімді тыңдашы, батырлардың үніндей. Төбеге шығып отырмын, домбыра менің қолымда. Әдейі шықтық күзетке, колхоздың малын шолуға. Түйем жатыр алдымда, жиылған жылқым онымда. Көптігі шөптей сыңсыған, қаптаған қойым солымда. Көлден құрақ суырған, желіні сүттен сыздаған, сиырым анау шұбырған, сауғызуға ауылға. Осынша байлық жеткізген, төрт түлікті өргізген, өзеннен су іштіріп, жайлаудан қызық көргізген, сораптап сүт саудырып, уыстап май жегізген, ботасы боздап егізден, қойы қоздап сегізден, халқыма дәурен сүргізіп, иемін жерге дегізген. Жамбыл Жабаев мұғалімді сыйлаған, кәрі жасын елімнің, тұнығына білімнің, жүздіреген тау бұлақтай, таңдауындай тарихтың, көзін ашып халықтың, түнде жанған шырақтай. Оқытушы, мұғалім, білімге елге мағұлым, оқытып ел баласын, ашып көңіл санасын. Оқымысты жастарды өсірді сүйрік құрақтай. Біздің елде ел бар ма, мұғалімді сыйлаған, жан бар ма, сірә басқа елде, еңбегі бізде сыйланған. Ғасырлардың ардақты, ғасыры бізде жүлде алған. Жамбыл Жабаев. К портрету Абая. Что это? Абая ли это портрет? Могущество слава и песни расцвет. Умом и отвагою равный велик. Какой же с Абаем сравнится поэт? Величие Акына он гордо вознес, грядущему славным примером возрос. Аргын и Найман удивлялись ему, словам, уподобленным яркости звезд. Течением мыслей, как море, глубок, а сердце мне шепчет, он был одинок. Без радости, но с душой непреклонной, с досадою гений из мира ушел. Жамбыл Жабаев, Сараңбай мен Жомарт кедей. Малы көп, бай жылайды қар жауғанда, бәрін тастар ниеті малға ауғанда, жердің алтын тапқандай кедейлер жүр, әйелі шелекке ұйықсыз салғанда. Малы көп, бай ертеме жидақ қаймақ, қой шығарып кедей жүр қозын айдап. Ең болмаса айранға тойғызса де, жатса тұрса тілейді ақ құдайлап. Сараңбайдың үйіне қонақ келсе, қояды кәрі қойын олын қайлап. Кедей Жомарттың үйіне мейман келсе, жалғыз қойдан тұрады басын байлап. Бай жалтан, кедей қалтан халық тарқан, көп жердің дәмін тартық сыбай салтан. Елімнің азаматын таныс қылған, от жұртым қызыл тілім сенің арқаң. Топар кентінің кітапхана филиалы суырып салма ақын Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жыл толуына арналған Жамбыл ұлы тұлға атты әдеби челлендж эстафетасын Южный кентінің нөмір 1 кітапханасына жолдайды. Библиотека филиал поселка Топар передает эстафету литературного челленджа, посвященного 175-летию со дня рождения поэта-импровизатора Жамбыла Жабаева, библиотеки номер 1 поселка Южный.